Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Әлеуметтік желіде мәжіліс депутаты Жигули Тайрабаевты мандатынан айыруды талап ететін петиция пайда болды. Петиция авторлары Жигули Тайрабаевтың екі ұлы алаяқтық жасаған үшін кінәлі болып, мемлекетке 550 миллион теңге залал келтіргенін еске салады. 500 миллион теңгеден астам шығын мемлекетке өтелмеді. Жигули Тайрабаевтың өзі Қазақстан Республикасы парламентінің отырысында сот шешімін ашық сынап, оған қарсы шығатындарын айтты. Сонымен қатар петицияда депутаттың есімі Жамбыл облысындағы жанжалда Кеңес ауылының тұрғындары ауыл шаруашылығы компаниясын жер басып алды деп айыптаған кезде шыққан айтылған. Олардың айтуынша компания алаяқтық жолмен елді мекендегі 10 мың гектар жерді иемденіп алған. Ауыл тұрғындарына дивидендтер уәде етілген, бірақ олар ешқашан пайда көрмеген деп жазады петицияда. Жарияланған кезде 1394 адам дауысын жинаған болатын. Өтінішті қолдаған азаматтар қазіргі депутат Жигули Тайрабаев қызметінен кету керек деп есептейді. Бұған дейін Тараздың нөмірі 2-ші сотында алаяқтық жасады деп айыпталған 4 адамға қатысты қылмыстық іс қаралғаны хабарланған болатын. Қалай ойлайсыз, екі бірдей ұлы мемлекетке 550 миллион теңге шығын келтіріп, кінәлі болып жатса, мәжілісте олардың әкесі қалай отырмақ? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.